Қайырлы күн достар, сіздермен өте оңай, жылдам жасалатын, ешқандай да пісіруді қажет етпейтін панавпипай пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп қойыңыз және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Ол үшін бізге керек заттарымыз: үйдегі кез келген печенье түрін пайдаланамыз. Мен осындай қара түсін пайдаланып жатырмын. Сіздер егер үйлеріңізде қалып кеткен болса, немесе үйде ақ печенье болса да пайдалана берсеңіздер болады. Енді осыны блендермен әбден майдалап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда, печеньені салафанға салып, үстінен оқтаумен жүргізіп, майдалап алсаңыздар болады. Блендермен әбден майдалап, ұсақ етіп алдым. Шамамен 240-250 грамм печенье алдым. Дайын болған ұсақталған печеньемізді ыдысымызға салып, енді сары маймен араластырып аламыз. Сары майды микроволновкада тым көбірек қойып сұйық етіп жіберіппін. Сәл ғана ерітіп алсақ жеткілікті. Бірақ мен сәл ғана көбейтіп жіберген екенмін. Сіздер бөлме температурасындағы сары майды пайдаланасыздар. Сонда печеньеге араластырған кезде сонда бір-бірімен бірігіп жабысатын болады. Менде кішкене ғана жабыспай тұр печеньеміз. Сол себепті де қазір қалыпқа салып, оны тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Печеньеларымызды салып алдық. Кішкене менде бірікпей тұр. Егер сіздерде сары майларыңыз бөлме температурасында болса, сонда ол жақсы бір-бірімен бірігетін болады. Енді қолымызбен әбден барлығын жайғастырып, жан-жағына да тегістеп шығатын боламыз. Және де кез келген стакан немесе кесені алып, үстінен тағы да басып шығатын боламыз. Енді дайын болған печеньемізді қатыруға тоңазытқышқа жібереміз, 15-20 минутқа қалдырамыз. Біздің тестамыз кішкене қатайғанша, бір-бірімен біріккенше заттарын алдын ала дайындап қоямыз. Ол үшін бізге 2 банан қажет. Бананды сыртын тазалап, енді осыны турайтын боламыз. Өте жіңішке етіп турап жібермеңіздер, осындай көлемде турап алсаңыздар болады. Енді бізге қою варенка қажет. Варенканың сапалысын алған дұрыс. Осындайын алдым мен. Және де кремге осындай мешокқа насадка салып пайдаланатын боламын. Егер сіздерде насадка болмаған жағдайда, салафанның өзін ғана пайдаланып, бас жағын кесіп жіберіп, дөңгелетіп форма жасасаңыздар болады. Ұзындау осындай бокалдарға салып, кремін дайындап аламыз. Крем менде пирожныйдан қалған крем, соны пайдаланып жатырмын. Бұл пирог демде жылдам уақытта жасалатын пирог, небәрі 15-20 минутта жасап қойдым. Кремімізді қапшыққа салдым, барлық затын алдын ала дайындап қойдым. Енді біз тоңазытқыштан жаңағы дайын болған тестамызды алатын боламыз. Кішкене қатайды. Енді варенканы бір тегіс етіп жайып шығатын боламын. Варенка бізде өте қою, сол себепті де асықпай жаймен қасықпенен жайғастырып шығсаңыздар болады. Осындай етіп бір тегіс етіп, бір келкі етіп варенканы жағып шығамын. Енді дайын болған
варенканың үстінен енді банандарды сәндеп жайғастырып шығамын. Ровно 2 банан кетті менде. Осындай көлемде турап аласыздар. Өте жұқа етіп турап алмаңыздар. Барлығында біркелкі етіп төсеп шықтым. Егер аралары қалып қойған болса, бананды 2-ге бөліп, араларына да қойып жіберсеңіздер болады. Барлығында дайындап қойдым. Енді кремді әдемелеп, сәндеп жағып шығатын боламыз. Крем менде пирожныйдан қалған крем. Үйдегі, сол үшін мен осындай қолжетімді вариант жасап жатырмын. Негізінде Банафи пайдың өзінің тестасы болады. Арнайы песочный тесто алдын ала дайындап пісіріп аламыз. Оны алдағы уақытта көрсететін боламын. Мен үйдегі бар затпен қалып кеткен печеньемен жасап жатырмын. Бұл өте оңай, жылдам жасалатын пирог. Печеньемен жасасаңыздар, сіздердің уақыттарыңыз өте үнемді болады. Кремдерімізді осылай әдемелеп, сәндеп, дөңгелектеп аламыз. Егер насадка болмаған жағдайда, жаңағы қапшықтың бас жағын кесіп жібересіздер де дөңгелек етіп аласыздар. Менде крем кішкене ғана жетпей қалды. Тағы да крем жасап жатырмын. Кремнің сіздерге құрамын описание бөліміне жазып өтемін. Кремге мен сливочный сырмен сливки қостым. Және де қант ұнтағын араластырып, қой болғанша араластырып аламыз миксермен. Енді кішкене ғана тағы да крем жасап жатырмын. Оны ортаңғы бөлігіне қазір тағы да әдемелеп, сәндеп жағатын боламын. Беткі бөлігіне тағы да кішкене жағып жатырмын. Өйткені сәнді әдемі көріну үшін енді тағы да қалып кеткен кремімізді жан-жағына жағып шығатын боламын. Және бетін сәндеу үшін какаоны себетін боламын. Сіздер какао ұнатпасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Әрине өз қалауларыңыз бойынша. Мен кішкене сәнді көрінсін деп сеуіп жатырмын. Сізде жасап көріңіз, кеңес беремін. Шайға ұсынсаңыздар, тез тауысып қоятын пирогтардың бірі. Сіздерден лайк күтемін және де пікір күтемін. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта жақсы рецепттер болады.